Моғолстан мемлекеті. Он төртінші ғасырдың орталығында құрылған мемлекет. Ол Шағатай әулеті иеліктерінің шығыс бөлігінде қалыптасты. Бұл мемлекеттің негізін қалаған Тоғылық темір 1348-1362 жылдар болды. Моғолстан атауы Моңғол деген сөздің түрікше, парсыша атауы болып табылады. 14-15 ғасырларда Моғолстан құрамына Түркістан, оңтүстік шығыс Қазақстан және Орта Азияның кейбір аумақтары кірді. Оған кіретін тайпалар Доғлаттар, Қаңлылар, Керейттер, Арғындар, Барластар кірді. Орталығы Алмалық қаласы. Бұрынғы Шағатай ұлысының жерін толық билеуді көздеген Тоғылық темір Мауреннахрды Шыңғыс әулеті Денішмендінің атынан билеп отырған Қазағанның көзін құртуды, сол арқылы бұл өңірді Моғолстанға қосып алуды ойлады. Сөйтіп ол 1358 жылы Қазаған әмірді өлтіртті. Бір жылдан кейін Қазағанның мұрагері Абдолла да қаза болды. Осыдан кейін Мауреннахр тәуелсіз ұлыстарға бөлінді. Оны пайдалану үшін Тоғылық темір жанталасты. Ал осы кезде Ақсақ темір өзінің шағын әскерімен Кеш қаласының әміріне қызмет етіп жүрді. Тоғылық әскерлері Кешті алады. Темір Тоғылық темірге қызметке кіреді. 1361 жылы Мауреннахрға екінші рет шабуылға аттанып, оны бағындырған Тоғылық темір баласы Ілияс қожаны оған билеуші етіп қалдырды. Бұл жолы ол темірді Кеш қаласының бастығы етіп тағайындады. 1362 жылы Тоғылық темір қаза тауып, Моғолстанда билік Ілияс қожаға көшкенде, Мауреннахрға билеуші болып Қазағанның немересі Құсайын тағайындалады. Ақсақ темір онымен бірге Моғолстанға қарсы шығып, Мауреннахрды өздерінің қол астына біріктіруге кірісті. Ақсақ темір мен Құсайын Моғолстан әскерлерін талқандады. Енді Құсайын мен Ақсақ темір арасында билік үшін күрес басталды. Осындай шайқастардың бірінде Темір Балқы қаласында Құсайынды өлтіріп, Мауреннахрға ие болды.